Ассаламағалейкум. Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін міне суды қалай береміз, бұқаға сол туралы түсіріп жатырмын. Алдындағы кісілердің сұрауы бойынша мына тұрған төртеуіне шелекпен береміз. Қалғандарына өзінің арнайы жасаған науа бар. Сол науамен беретін боламыз. Таңертең аз шөп жеген, шөптен кейін су ішіп жатыр. Енді мына суды ішіп болғаннан кейін артынан жемін саламыз. Мынау суын қалдырды. Мынау да жартысын ішті дағы судың. Оны келесісіне қоямыз. Мынау да что-то ішкісі келмей тұр, иіскеп келесісіне қоямыз бұнда. Бұл ішіп жатыр. Бұл да ішкісі келмей тұр. Бұл екеуі кейде таңертең ішпейді көбінесе. Содан кешке бірақ ішеді. Бұл ішіп жатыр енді. Мына жақта бұзауларымыз тұр. Суды шлангымен алып келеміз. Ар жағынан қосып келдім. Мына шелекке ағызып жатырмыз. Қазір шелектен науасына қоямыз. Суды міне мыналарға осылай береміз. Оларға берген кішкене оңайлау. Шелекпен көтеріп әуре болып жүрмейсіз. Екі бұқадан ішеді. Су берудің оңай тәсілі осы. Енді мынаның несіне, науаның астына дөңгелек орнатпасақ тіпті оңай болады. Енді оған уақыт байланысымен орнатамай жатырмыз. Болашақта солай жасаймыз. Сосын сырғытып жүріп су беретін боламыз. Мына қора жылы, ыстықтау болады. Сосын суды көбірек ішеді. Бұлар суын ішіп болды. Бұны бұлай жылжыта саламыз. Бір қолмен жылжытқаннан кейін аз-маз төгіліп кетті. Ішіп жатыр міне. Мынау ішіп жатыр. Мынау қасындағысы тұр. Бері қарай кішкене жылжытатын боламыз. Қазір ішеді бұл да. Мыналар ішіп жатыр. Бүгін кішкене ауа райы салқындау. Түнде қар жауған. Сол үшін суды бүгін азырақ ішеді. Ал енді күн жылы күндері таңертең суды көп ішеді. Жазды күні 2 мезгіл суарған дұрыс. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бұқа бордақылаумен айналсыңыздар. Тамыңыздар, байыңыздар. Жаңа ішпеген еді, енді ішіп жатыр. Мынау жатыр, қазір тұрғызып суын береміз. Бері қарай жылжытамыз. Ақырын жылжытпаса өзіне шашырап кетеді. Мынау да тұрды. Бұл да міне суын ішеді. Мына шелектерге құйып алып, мына қалғандарына сосын
Навасына шелекпен құйып бере саламыз. Ан жақтан суды өшіріп. Кішкене суымыздың напоры азайып қалды. Көктем болуына байланысты құдықтың суы азайды. Тоқтатпасақ енді насос күйіп кетеді мотор. Су міне осылай барып тұр. Мына құдықтан шығады. Мұнан өшіреміз. Мына бұқалар ішіп жатыр міне. Ақ бұқа ішіп жатыр. Мынау маған қарап тұр. Камераға дұрыстап түсіп алайын деп. Ала бұқа енді ішіп жатыр міне. Өшірет. Кезекпен ішіп жатыр. Кезеге енді ішті міне. Асықпай кішкене ішеді. Күтуің керек біраз. Алдында ибермек салғаннан кейін қотырлары басылды. Енді алар кішкене ет жинау барысында сол үшін қышынып жатыр. Бұларда бит кене деген нәрсе жоқ қазір. Мыналар түлеп жатыр жаңадан. Ал енді алдында мыналарды көрсеткенмін. Қотыр болып қалған. Орнына бұйырса міне шығып келеді. Қотыр басылды. Ибермектің пайдасы тиді. Мына суды апарып құямыз. Мыналар бірімен бір сүзісіп жатыр міне. Кішкене бастары жақын болғаннан кейін осылай сүзіседі. Негізі арасын алысырақ байлаған дұрыс. Менде орын жетіспеу себебінен осылай жақын байланды. Енді біраз күнде кең қораға байлайтын боламын. Болды. Суды ақырындап суын міне екеуді ішіп жатыр бұйырса. Ал енді барлығы ішіп болғаннан кейін мына науада су қалатын болса суды құйып аламыз. Сол үшін науаны кішірек қылып жасатқанмын. Көтеруге ыңғайлы болу үшін. 1 метр қылып жасатсаң 3 бұқа ішеді, бірақ ішінде су қалып қалатын болса оны көтере алмайсыз. Мынаны кішкене берірек тартып қою керек. Мынаға су ішкізбей жатыр. Осымен су беру жолдарымыз аяқталды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жем жеген кезін түсіретін боламын. Каналға пікір қалдырып лайк басып кетіңіздер. Қазақ тілді арнамыздың дамуына үлес қосып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Су ішкеннен кейін малдың тәбеті ашылады. Түбінде қалған таңертең салынған шөптен қалғандары болды. Соны жеп жатыр. Қазір бір 10 минут тұрып жем беретін боламыз. Жемді де жем жейді. Жем жегеннен кейін артынан 1 сағаттан кейін
Тағы аз шөп сақ қоямыз. Сосын болды, кеш батқанша сонымен тұрады. Бұқалар жем жеу барысында міне. Осылай біріне 3 килограммнан саламыз. Түске дейін, кейбіреу сағат 3-ке дейін жеп таусады. Сосын кешке тағы да осылай саламыз. Барлығының әзір тәбеттері жақсы. Жеп тұр. Арасында бір жемей қалатын күндері болады. О кезде алдынан алмаймыз жемді. Жем тұра береді. Тағы үстінен аз-аздан сақ қоямыз. Оны да жеп алады сосын. Жемін салдық міне, әр қайсысына өз алдына салғамыз. Сол бойынша міне жеп жатыр. Кейбіреу бірақ қасындағысынан жеп қояды. Өзінікінен жейді. Сонымен ету бітіреді жемді жеп. Мыналар міне жақсы жеп тұр барлығы. 3 килограмм жем. Мыналар 2,5 килограммнан. Мынау 2 килограмм жейді екеуі. Мынау екеуі 5 килограмм жейді. Мыналар 3 килограммнан. Енді 1,5 сағат, 1 сағат мөлшерінде шөп салатын боламыз. Аз ғана шөп артынан. Негізінен шөпті аз жейді, жемді көп жегеннен кейін. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.